Егер Қазақстан біздің отанымыз болса, анамыз болса, біз оған не береміз? Осыны ойлаймыз ба? Жоқ. Әкел деген бір сараңдықты өзімізге серік етіп алып, Қазақстанға ауыз сала беріп, байлығынан ала беріп, бір қазақ күй кешетіндей, не болмаса осыдан бірдемені дәмететіндей Қазақстан. Суық қабар өзекті қарып өтті, қайғы-мұңға еріксіз салып өтті, Алладан жеткен бұйрық аман ерді, бір сәтте арамыздан алып кетті. Қалың елі ал қалаған арыс еді, екпіні Тайбурылдың шабыс еді. Ағысы бұрқаған ертістей боп, қазақтың қайрайтын ол намысы еді. Ел үшін маңдай терін төккен еді, дауысы шар тарапқа жеткен еді. Қазағын қалай сүю керектігін дәлелдеп бәрімізге кеткен еді. Түсінгендей болдық ба бағаңденді, кім бар екен жететін саған енді. Алаштың ардақ толы өтті өмірден енді қайтып тумайды аман келді. Қош десіп туып өскен жеріменен, қоштасып кете барды еліменен, дариғай енді ешқашан жолықпаймыз. Жеңісті күндерде біз сеніменен. Не бір дода дүбірлі өткен кезде, маңдай терді ел үшін төккен кезде, тұрасың әр қазақтың сен есінде, жеңісті күндерге біз жеткен кезде.